Қазақ тарихының толық ашылмаған құпияларының бірі әр ауылдың жанындағы көне қорымдарда жатыр. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында тарихи жәдігерлерді фильмге түсіруші топ мүшелері Құрылыс ауылы маңындағы көне қорымға ат басын тіреді. Бұл қорымда кімдер жатыр? Басындағы араб әріптерімен жазылған мәтіндерде қандай сыр бар деген сұрақтарымызды жергілікті көнекөз азаматтар айтқан көнеден қалған естеліктер айқындай түсті. Қорымда жерленген жайық жағалауы тұрғындар арасынан өз заманасында діни салада белсенді ұйымдастырушылығы мен өзін танытқан Тегісбай Қалпе өмірі мен діни қызметін аша түсуді ұйғардық. Көшірген жерде осы мына қауымда біздер қауым дейміз ғой. Бұл мешіт қауымы. Мешіт қауымында 9 атақты адам жатыр осында. Олар атақты адамдар, кісілер деген жастайында доғдыр болған жоқ. Осы кісілер емдеп, бала шағалардың бәрін емдеп жазған кісілер. Бұның бірінші бұл жерде Мұнарбай деген кісі. Ана тұрғаннан 3 күн құлпытас ба ғой тұрған. Сосын жерде мынау Молдағали атамыз сынықшы болған кісі. Бала сыйпап. Сосын мынау Белесейліп Қайыр дейтін Қаратоқай. Бір кісі де балам деген кісі. Мынау Маңғай деген кісі. Шәуіттің ағасы. Бұл кісі 1941 жылы соғыс басталарда Тоны Тайсоғанда біз ойлаған екен, мұнда келіп, мына Балақметтің күйі burası. Ал Күсепов Қайырдың туған жиені. Соны есекпен келіп, ас алып кетейін деген мезгілде пекарня бар бұнда. Сонда келіп, 3 күн қонғанда мені уақыт болған екен. Сосын жерге жібермеген. Бұл кісі кәдімгі мезгілдегі күректің қалыңдығы бір елі ғой. Соны отқа қыздырып жіберіп, жауырына ұрып жіберіп, солай балдарды емдеген. Атақты адамдар. Енді біздің қартымыз, екі қартымызда осы ғылай кісеміз, бәрдігі да кісем деген, бер жағында жатқан Ағаже дейтін, Ақкенже дейтін кісі. Бұдан тонау өйден Ақтаудан келіп, немерелері келіп, шөбірелері келіп, түнеп, үшірет келіп, қазір атақты сынықшы сонда. Бұл кісі атақты сынықшы кісілер. Біздің ұрын-бұтақтарымыз ертеде жайлаған жер, Тонау Әлімбай дейтін атамыз, ең үлкен атамыз, осы жерде жеке шаруа өзінің хозяйствосымен отырған, бірақ діндар адам болған о кісіде. Ол Әлімбай деген кісі 1846 жыл туып, 1909 жыл қайтыс болған. Оның баласы Тегісбай енді мына жерден оқу жасы келгеннен кейін мына Орал жаққа барып Қаратөбеден бастап, Қаратөбеден білім алған. Назарқожа деген молдадан алған. Содан білім алып, оқып болған, негізі қашып кеткен оған барған кеткенде. Өзі екімен әкесі жібермеген. Мына абыз ойдап баратқандармен кеткен, сонымен барған, барып сол жерде жаңағы қалып, жаңағы білім дәртігі, мұнан оқығандығы кішкене бар. Сонан жаңағы ана Назарқожа молда өзінің жұмысқа алған. Мешіттің ішін тазалауға, сенен ақы алмаймын, енді еңбегін сатусыз, тек мына жақсы баласын, зерек баласын деп алған екен. Содан жаңағы барлық жұмысын жасап жүргенде 1 жылдан кейін Әлімбай деген кісі Пәуескі арба жегіп іздеп барған ғой. Іздеп барса, жаңағы Назарқожа мына бала бар Тегісбай тығылған. Әкемге аты өлтіреді мені. Ойбай өлтірмейді, мен айтайын деп. Соған қабылдап, үйге кіргізіп, он мезгілде бірден жұмысын сұрамайды. Отырғызып, қонағасын жеп таңертең қайтарды. Ал енді әлеке жұмысыңды айтты. Не шаруамен бұйымтайыңды айтты. Ай, менің бір балам осы жаққа кетті, соны іздеп келатырмын. Ай, бұл балаға бала сүйегі сенікі, еті менікі. Оқытып жатырмын, бала зерек, ол балаға тиме, бұл білімде осы дінді ұстайтын бала, сондықтан ол балаға тиме деп жаңағы алып қалған. Соған тастап бұл кісі қайтып келген, содан арғарай оқуға барып, Башкирияға барған, сол жақтардан оқуын жестіріп, барлығын 1897 жылы ауылға келген. Бозбала күннен білімге құштарланып дала кезіп, башқұрт елі асып, өз өміріне азда болса тәжірибе жинаған Тегісбай елге оралған соң, айналадағы сауатсыз елдің балалары үшін мешіт үйін тұрғызып оқытуды жоспарлайды. Жас келсе іске деген емес пе, жергілікті халықтың қолдауына ие болған жас оқымысты қадамы бірден ақ сәттіліктерге ұласады.
сол 99 жылы осы жердегі қарттардың алқасын жинап барлығын. Ал мен осы алып келген білімімді адамды мына балдарды сусындатып білім көзім сайын менің осы жағдайда қалай болады, мен қарттар жиналып мен бір мешіт салайын деп едім деген. Сосын осы жердегі қарттар бірден олар қолдайды, бірақ атаулы мына үйшік мезгілде үйшіктен рұқсат қағазы керек. Барып мешіттен қағаз әкеліп осы жерге, содан 1899 жылы бала Хамидолла дүниеге келеді, содан бастап осы жерде мешіт салу басталады. 1904 жылы бітіреді, бітіргеннен кейін мына Атыраудан Құспан молда дейтін мешіт бар ма? Сол Құспан молда осында оққан. 7-ші ауылдан, 8-ші ауылдан Әбішев Төлеу дейтін оққан. Сосын мына Ендерден Бейсенбиев Рамазан дейтін бар. Сосын Сұлтанғали дейтін молда болды. Арғы беттен Қаратоқайлар келіп оқыды. Сәлде дейтін молда болды мына Өрлік Топайылда. Солардың барлығы осыдан дәріс алған. Содан мына жерде жазып отырып, қыста бұл жерде оқытады. Бұдан кейін жазда Қурайды бойына медресе ашып, сонда оқытады. Сосын күзде ана жер тозғаннан кейін Көбей дейтін жерге барып, Көбейді бала оқытып, күзде мұнда көшіп келеді. Сондай діндар адамдар 1929 жылға дейін жазып отыр ғой. 29 жылға дейін бала оқытып, 29 жылы конфискацияға жатады. Конфискацияға жатқан мезгілде бұны келетті апарып, мұны 11-ші ауылда Рик дейді, Рикке апарып соттайды, соттағанда ату жазасына кеседі. Неге десең, бұл кісіні мынандай болмайды, бұны ату керек деп. Ату жазасына кескеннен кейін жатады, бірақ қуынуға 72 сағат уақыт береді. Содан кейін бергесін қасында туық класқа бір Есенғұл бар екен, сол айтады, мен аға қуынам. Ойбай қарағым, бала-шағаңа, ұрын бұтағыңа, басқаларға ешкіне залалы тимесе, қуын ал құрттай залал болса, Құдайдың салғанын көреді деп жатты. Мына қуып бөліп кеткен, Галиеваға хат жазған. 25 сағаттың ішінде келген хабар. Акимени стреляет, 5 лет тюремное заключение деп жаңағы. Соның ішінде мына базар үлкен қаланың ішіндегі үлкен түрмеге апарып қамап, жақсы етіп жаңағы надзирательдер қарап тұрады. Мынандай тесіктен жаңағы надзирательдер қарайды. Намазды безгенде Әлімбаев жоқ. Ол Әлімбаев қашып кетіп тұра жүгіріп шығатын көрді. Шығаса, менің түрменің ортасында таза жерге шапанын жай жіберіп, намаз оқып тұрады дейді. Надзирательдер келеді, мылтықтың дүмбісі ғой. Бұлай ұрғысы келіп көтерген мезгілде жаңағы қатып қалады дейді солай. Мына кісі намазын оқып болғаннан кейін жоқ. Жүгіріп барып қараса, шалқасынан түсіп орнында жатады дейді. Қолынан Құранын қалдырмай, әр күнгі тірлігін балаларды сауаттандыруға, ауырған адамдарды салауаттандыруға арнаған зор қасиет иесінің бойындағы тылсым күштің болуы айналасын таңғалдырып отыратын. Тумысынан діни танымға баулынып, ел халықтың алғысына бөленген шапағат иесінің ерекшелігі өз балаларының діни білім алып, Аллах алдында ақ ниетпен ғұмыр кешуге баулуы болатын. Ғұбайдолла ұлы Уфадағы Ғалия медресесінде білім алып жүріп қайтыс болған соң, Тегісбай ата ендігі үмітім 1899 жыл туған Хамидолла ұлым болады деп, оны да зиялылар ортасында танымал медреселерді оқытады. Өн бойына Алласы берген тылсым күштері қонақтаған, шығыс медицинасының емдеу тәсілдері меңгерген Хамидолла Тегісбай ұлы да халық арасында зор беделге, үлкен құрметке ие болған діндар еді. Сол заманды көзімен көрген адамдар Тегісбайдың баласы Хамидолла оқу бітіріп келіп, азан шақырып, мешіт ұстағаннан бастап мешітке келушілер, жұма намазына келушілер екі есе көбейіп кетті деп айтып отыратын болған. Ол кісінің аса білімпаз, аса зерделілігі арқасында жаз айларында Уфадағы медресеге арнайы шақырылып, балаларды оқуға қабылдау сынағы мүшесі болыпты. Индер ауданындағы Кулагина ауылының имамы болған Қарпеш ата Уфадағы Ғалия медресесіне сол Хамидолланың ықпалымен түстім. Бітірген кезде де менің алтын медал алуыма әсер еткен сол Хамидолланың беделі деп жазған. Хамидолла Тегісбайұлы атамыз
1899 жылы Индер ауданы Құрылыс ауылының қасындағы Добия деген жерде дүниеге келген. Ол кісі Әлімбайұлы Тегісбайдың баласы. Тегісбай атамыздың өзі де сол кезеңде Жайық бойындағы мешіт ұстаған, медресесі болған. Сол жерде жергілікті халықтың, жергілікті балаларға білім берумен, ағартушылықпен айналысқан атамыз өзінің ұрпағы Хамидолланың да өзінің ізін қуып артынан істеген қызметін жалғастырушы ретінде өзі сияқты ол кісінің де оқу орындарына жіберіп, білім алып, сауат алуына жол сілтейді. Әуелі оны Қарғалының медресесіне жіберіп, ол қазіргі Қазалы станциясында Қызылорда облысының сол жерде 7 медресе болған екен, соның біріне жіберіп Қарғалыда білім алады. Содан кейін елге оралғаннан кейін оны Уфадағы Ғалия медресесіне жіберіп, сол жерде Ғалия медресесін тәмамдайды. Ол жерден де үлкен білім алады. Ол жерден арабша, орысша, математика, арифметика, сол кезеңдегі адамды емдеу және малды емдеудің әдіс тәсілдерін үйреніп келеді. Елге келгеннен кейін сол бойындағы қасиетін, үйренгенін банағы жергілікті балаларға мектептерде тәлім беру арқылы өзінің бойындағы бана қасиеттерін балаларға сауат ашу, арифметиканы үйрету, әртүрлі тілдер, яғни арабша, орысша тілдерді үйрету арқылы сол жердегі бірінші ауылда, үшінші ауылда, Толыбай мектептерінде, Тума мектептерінде сабақ берген екен. Сол жерде жүріп, елдің арасында өте сыйлы, беделді, халықтың арасында көптеген ол кезде медицинаның дамымаған кезеңінде адамдардың арасындағы әртүрлі ауруларды, әртүрлі емді қасиеттерін өзінің бойында көрсетіп, әртүрлі ауруларды емдеуге көмектеседі. Ол кісі туралы айтылып, халықтың арасында, елдің арасында көрген адамдардың айтқан естеліктері өте көп. Ол кісі оқуы арқылы шірткі ішкізіп, дем салу деген сияқты істерді жасап, әртүрлі емдерді қолданып отырған адамның, малдың, мысалы, оған көптеген мысалдар бар. Бір мысал ретінде 11-ші ауыл, қазіргі Есбол ауылында, ол кезде Заурали деп аталған, сол жерде Есім деген совхоздың қызметкері қарындасын алып кетті, 17 жастағы. 17 жастағы қарындасы үсті тырдай жалаңаш, ешқандай есін білмейді, өзінің не істеп ойғанын білмейді, ауылдың бүткіл конторларын, медпункт, солардың барлығының терезелерінің бәрін сындырып, өзінің не істеп қойғанын білмейді, сондай бір ауруға ұшырайды. Содан ол қызды қол аяғын байлап, үстінде тұлдыр киімі жоқ, орап оны үйге алып келген екен атамызға. Хамидолла атамыз келгеннен кейін есіктің алдына киіз үй құруды тапсырма береді. Содан жабылып жігіттер болып киіз үй құрып, оның ішіне масахана құрып, масахананың ішіне банағы қызды ұстайды. Қасында әжесі бар екен дейді. Басында үлкен кимешегі бар, баяғының әжесі қызды бағып, екеуі сол жерде түнепті. Бір апта оқығаннан кейін, әртүрлі оқуын оқиды ғой. Оқығаннан кейін, бір аптадан кейін банағы қыз үстіне киімдерін жауып, көрпені жауып, ұялатын болыпты. Банағы айналаны көріп, айналаны жайлап есіне түсіре бастап, сөйтіп келесі апта дегенде екінші аптасында айығып, әжесі алып үйіне кеткен екен. Тегісбай діндардың бойында оқымыстылығына орай, қасиетті атамыз алғашында ислам дінінің имам Ағзам Әбу Ханифа мазхабындағы атақтардың бірі халфе атағын, ал кейіннен халық арасында сауат ашу, ғибадат айту қызметін адал атқарған үшін ишан атағын иеленді. Сондай-ақ бұл әулеттен Тегісбайдың ағасы Әлімбайұлы Іскендірдің 20 ғасырдың басында Меккеге барып мінәжат жасаған туралы ауызша деректер бар. Бұл деректер хақында белгілі шежіреші Ыбраш Қорқытып былайша сөйлеттейді. Тегісбай ата әуелі халфе атағында болды. Сол уақытта ол кісі Жайық өрісіндегі беріштердің бір қатарының балаларын Қурайлының бойындағы медресеге оқытқан.
Сонда оқыған біздің ағамыз Мұқаш, ана жүрген Бегіс Құспан молда, қайтыс болған Жолай, тағы да басқалар еді. Ишан деген атағы беріде, үкімет бұлардың алдында берілді деп деректер жазып қалдырған екен. Еліміздің тәуелсіздік алған жылдары Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламасына сәйкес туған жерде еңбегін сіңірген, ағартушылықпен айналысқан, бұрын соңды аттары аталып, қазіргі таңда ұмыт болып қалған тұлғаларды қайтадан жаңғырту мақсатында көптеген іс-шаралар қолға алына бастады. Осы іс-шаралардың барысында сол жайық бойында білім беріп, ағартушылық қызметпен айналысқан, сол жердің балаларының сауат ашуына қызмет еткен осы Әлімбайұлы Тегісбай, Хамидолла Тегісбайұлы аталарымыздың аттарын қайтадан тек қана аудан көлемінде емес, облыс көлемінде, республика көлемінде, дүниежүзі көлемінде шығарсақ деген мақсатта тарихшы ғалым ретінде өзім де, менің әріптестерім бірге отырып әртүрлі кітаптар, ғылыми мақалалар, конференцияларға аттарын қосып, осы кісілердің бар екендігін, осылардың қаншалықты сол кезеңде ағартушылыққа қосқан еңбектерін, жарқын олардың артында ұрпағы бар екендігін, олардың осылай дәріптеп, оларды көрсету мақсатында халықтың ұмыт болған тарихтың жабылған беттерін қайтадан ашуға, архив құжаттарына енгізуге, олардың өздерінің жеке қорларын ашуға, олардың жеке құжаттарын сол жерге сақтауда әртүрлі іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Педагогика ғылымдарының кандидаты профессор Шахман Нагимовтың 2018 жылы жарыққа шыққан Батыс өлке тарихының тағылым беттері атты кітабында осы кісілер жайлы жазылды. Сонымен қатар әртүрлі облыстық мақалаларда, облыстық газеттерде, аудандық газеттерде, республиканың қасиетті орындар атты, қасиетті Қазақстан деп аталатын 2 томдық республикалық энциклопедиясына осы аталарымыз туралы деректер жазылды. Бүгінгі таңда мен Турция қаласындағы Скопс базасына енетін әртүрлі мақалалардың жарыққа шығатын ағылшын тіліндегі мақала дайындап жатырмын. Оларды тек қана Қазақстан емес, дүние жүзінде басқа да осы дінді, ағартушылықты, олардың сондай қасиеттерінің бар екендігін көрсететін, олар туралы әртүрлі ақпараттарды шығаруға, оларды жариялауға жұмыстанып жатырмыз. Тәуелсіздік туы көтерілген күннен бастап, ел тағдыры, ұрпақ тағдыры жолында қызмет жасап, сол үшін талай түрмелердің дәмін татып, өмірлерін қилы тағдырға жолықтырған зиялыларымыз есімі қайта оянып жатыр. Тегісбай халпе ұрпақтарды топтаса жүріп, қасиетті бабаларының рухын жаңғыртуға батыл қадамдар жасауда. Бұл бастама да жолдары айқын. Ол кейінгі ұрпақтарды төбеден әңгір таяқ төніп тұрған кезеңде батылдық пен құдай үйлерін ашып, қараңғы халықтың санасына сәуле түсірген діни қайраткер бабаларының ғұмырымен қауыштыру болса керек. Әлімбайдан Іскендер Ізбасар Тегісбай екі ағасы қолдап осы жерде мешіт салып, осы інісінің әлеуметін көтереді. Сол кісілердің арқасында осы жерде мешіт ұстап, осы медресені бітіріп, жолдама алған бірнеше адам ғалия медресесін бітіріп, осы елге қайтадан келіп қызмет қылған. Соның бірі мына Құспан молда, Бегіс. Қазір Құспан молда мешіті атырауда. Сол кісі осы медреседен білім алып, Тегісбайдың жолдамасымен барып, ғалия медресесін бітіріп келеді. Жылында, күз айларында Тегісбай арнайы шақырумен ғалия медресесінің сынақ алу жұмыстарына қатысқан. Енді 1920 жылы барғанда бұл кісіге діни атақ, Ишан деген атақ беріледі. Енді оны берде заманға байланысты адамдар зерттеп, кімнің қайдан шыққанын шығып жатыр ғой енді. Бүгінгі күні менің артымда тұрған жердегі мешіт, сол жердегі құрылған мешіт, қазір оның іргетасы бар. Заманның талабына біз енді осы мешіттің іргетасын арнайы қоршап сақтау үшін қызмет қылып жатырмыз. 1999 жылы Хамидолла атамның 100-ге толғанына арнап осы Тегісбай көлі деген жерде ас беріп, 400-дей адам жинап, оны менің өзім жеке басым осы қарттарға, менің атам Хамидоллаға, үлкен атам Тегісбайға деген құрмет деп есептеймін. Ол кісілер осы жайық бойында балдарды оқытқан, заманына сай
діни шығыс медицинасымен айналысып, Құран ашып, қаншама адамдарды емдеп өмірге қайтадан қосқан. Енді сол кісілердің жасаған ізгіліктері, ауылға сепкен имандылықтары күні кеше біздің алдымыздан шығып жатыр. Осы кісіге деген құрметке мен өте ризамын. Бүгінгі күні Индер ауданынан шыққан энциклопедияға Тегісбай атамды да, Камилова атамды да енгізді. Ол үшін аудан басшылығына көп рахмет айтамын. Жайық жағалауындағы көне қорымдағы әулие бабалар тарихы осылайша үн-түнсіз сыр шертеді.